Сәлеметсіздер ме әріптестер, қайырлы күн. Сіздердің назарларыңызға Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының Рудный қаласы білім бөлімінің нөмір 19 жалпы білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі экологиялық бағыт бойынша білім мен тәрбиеден жинақталған іс тәжірибесімен бөліседі. Мектебіміздегі экологиялық бағыт экодаму ұраны принципі бойынша 3 бағытты қамтиды. Жас эколог, табиғатты аяла, туған өлкенің табиғаты тақырыбымен бастауыш сыныптан ақ экологиялық бағытта қосымша білім беріледі. Орта буынға келген оқушы сыныптан тыс түрлі тәрбиелік іс-шараларда экологиялық сауатын толықтырып, тәрбиесін алады. Жоғарғы буынға келген оқушы экологиялық білім мен тәрбиені тек биология, география пәндерінен ғана алып қоймай, гуманитарлық циклдағы пәндер арқылы сусындай алады. Бүгін экологиялық тәрбие мен білім берудегі жаңаша көзқарас. Баяндамашылармен таныстырып өтейін. Вебинар бағдарламасы бойынша алғашқы сөзді жоғары санатты бастауыш сынып мұғалімі Дадыбаева Фатима Бекназарқызы оқушыларға экологиялық тәрбие берудегі таңдау пәнінің тиімділігі тақырыбымен бастауыш сыныптар тәжірибесінде 10 нәтижесін алып жүрген авторлық жұмысымен таныстырады. Орта буын бойынша сынып жетекшілер бірлестігінің жетекшісі, қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі, педагог модератор Сайфуддинова Гүлзира Абдрахманқызы тәрбие жұмыстары арқылы жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін қалыптастыру тақырыбында жаңаша бағыттағы іс-шаралармен бөлісетін болады. Мектебіміздің оқушылары жыл сайын өткізілетін Экофест конкурсында белсенділік танытып, жеңімпаз атанып келеді. Осы шарада жетістіктеріміз жөнінде мектебіміздің жас маманы, технология пәнінің мұғалімі Түркменбаев Нұрлыбек Бақытбекұлы зиянды қалдықсыз өмір сүреміз тақырыбында баяндамасымен сөз кезегін алады. Болашағынан зор үміт күттіретін мұғалімдеріміздің бірі, педагог зерттеуші, биология пәнінің мұғалімі Сөлекина Нұргүл Мырзашқызы, жас эколог, ерікті мектеп клуб жұмысы арқылы оқушылардың экологиялық сауаттылығын арттыру жөнінде сөз қозғайтын болады. Экологиялық білім мен тәрбие сынып жетекшілер мен жаратылыстану бағытындағы пән мұғалімдеріне ғана тиесілі қызмет деп түсінбей, барлық азаматтың міндеті екенін түсінуіміз керек. Осы тақырыпты қорытындылау мектеп директоры, яғни маған Смагулова Гүлжазира Геннадьевнаға беріледі. Құрметті әріптестер, осы вебинар барысында қойылатын ескертулерге шолу жасайын. Яғни біздің бүгінгі вебинарымыз екі тілді аудитория болғандықтан баяндама мемлекеттік тілде, таныстырылым орыс тілінде болады. Тағы бір ескерту, баяндамашылардың таныстырылымы кезінде микрофондарыңызды сөндіріп қоюларыңыз сұралады. Қоятын сұрақтарыңыз болса, баяндамадан кейін сөз кезегін алуларыңызға болады. Әріптестер, бүгінгі вебинар сіздер үшін де, біз үшін де тиімді болады деген ойдамын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Ендеше қазір сіздерге баяндаманың кезегі бойынша алғашқы сөз кезегін Фатима Бекназарқызына беріледі. Фатима апай, сөйлей беріңіз, даусыңыз естіліп тұр, презентацияңыз көрініп тұр. Бүгінгі менің сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, мен бүгінгі сіздермен бөліскелі отырған тақырыбым оқушыларға экологиялық тәрбие берудегі таңдау пәнінің тиімділігі. Оқушылардың қажеттіліктерін анықтай келе, кіші мектеп оқушыларын арнап, мен өзім бағдарлама факультатив оқу курсын құрастырған болатынмын. Міне осы факультатив оқу курсының мақсатымен әрі қарай қандай жұмыстар жүргізілгені туралы сіздерге таныстырып өтпекшімін.
Бағдарламаны жасаудағы басты мақсат табиғаттағы өз орнын білетін қоршаған ортамен өзара байланысты сауатты тұлға қалыптастыру. Өзектілігі табиғатты танып білуге, қорғай білуге бағыт бағдар беретін жинақтардың жетіспейтіндігі болды. Факультатив курсының тақырыбы табиғат менің өз үйім деп аталады. Бұл 4-ші сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, жыл бойы 34 сағатқа өткізіледі. Ал бағдарлама кіріспеден және 7 бөлімнен құрастырылған. Тек қана балаларға теория жағынан білім берілмейді. Теория 23 сағатқа бөлінсе, балалар олар өздерінің білгендігін бөлісе отырып, өздері көзбен көріп, қолмен ұстағандай етіп жасау қажеттілігі болғандықтан практикаға 11 сағат бөлінген болатын. Табиғат менің өз үйім факультатив бағдарламасының мақсаты бастауыш мектеп оқушыларының туған жерге жауапкершілікті екендігін сезінуге көмектесу, олардың бойындағы адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру. Бағдарламаны іске асырудағы міндеттері қандай? Табиғаттағы өз іс-әрекеттері мен басқалардың іс-әрекеттерін бағалай білу, танымдық, шығармашылық, коммуникативтік қабілеттерін дамыту, табиғат пен оның мекендеушілеріне қамқорлық жасау, қоршаған табиғатты сақтау, бақылау, туған табиғаттың сұлулығын көре білу. Қандай нәтиже күтіледі осыдан? Жанашырлық сезімі қалыптасады табиғатқа деген, айналаға деген, қоршаған ортаға деген, табиғатқа деген жақсы сезімдер пайда болып, қамқорлық, мейірімділік қасиеттері оянады. Туған планетасының байлығын сақтау, көбейту қажеттілігі туралы білімдері тереңдейді. Оқушы нені білу керек? Жер планетасы біздің үйіміз екендігін, күн жердегі өмірдің шырағы, өсімдіктер мен жануарлар адамдар өміріндегі маңызды екендігін, оларды өсіру, күту, баптау ережелерін білу керек. Адамның қоршаған ортамен байланысын, адамның денсаулығы мен өмірін, табиғатты сақтау жағдайларын білу керек. Ал оқушы осы жағдайда не істей алады? Табиғатты өз денсаулығын қорғау үшін теориялық білімдерін қолданады. Мәдени өсімдіктерді, үй жануарларды күте біледі. Салауатты өмір салтын сақтай біледі, құра біледі. Қоршаған ортаның мекен жайынан бастап ауласы, көшесі, жақын жердегі саябақ жағдайын жақсартуға әрекет білдіреді. Табиғатқа адамға деген көзқарасын ертегі шағын шығарма суретпен бұйым жасау арқылы жасап көрсете біледі. Бұл неден басталады бағдарламалар? Әрине ол тренингтен, балаларды ұйымдастыру, ынтымақтастық орта құру үшін. Әрі қарай қандай әдіс тәсілдер қолданады? Ізденіс, сұхбат, сол сияқты дөңгелек үстел, көптеген жобалар, жұмыстары, саяхаттар, бөлісу барлығы да. Ал бұлардың барлығын немен көрсете алады балалар? Эссе, ойындар, модель жасау арқылы, ертегі құрастыру арқылы, 5 жол өлең, әңгіме сияқты түрлі әдіс тәсілдерді қолдана отырып, бүктемелі кітапша, мультфильм құрайды, лепбуктар жасайды, кестелер құрастырады, брошюралар құрастырады. Мінекей алдарыңызда көрсетіп отырған экрандағы менің бір осы бағдарламадағы бір сабақ жоспарын айта кетейін сіздерге. Бұл практикалық сабақ. Экологиялық жоба, табиғатты не үшін қорғау қажет? Әрине бұл проблемалы сұрақты қоя отырып, балалармен бірге біз экологияның қажеттілігін, табиғатты қорғау қажеттігін, не қажет екендігін балалар өздері суреттеп мінекей қолдан жасаған алдарыңызда. Жер планетасы қай уақытта қуанышты көңіл күйде болады, қай уақытта көңілсіз күйде болады. Қуанышты күйде болады, егер біз айналамызды баптап күтсек, құстарды күтсек, таза ауаны күте білсек, ағаштарды отырғыза білсек, өсімдіктерді күтсек, жануарларды күтсек деген сияқты. Өздерінің көкейлерінде жүрген, өздерінің ойдан, қиялдан туындаған жұмыстарын көрсете білді. Одан кейін жер планетасының қай уақытта көңілсіз болатындығын, егер олар қоқыстарды барлығын көрсете білсе, қоқыстардың айналада жатқандығын көрсе, мұның барлығы әрине жер планетасының құрып кетуіне көптеген әсер ететіндігін өздері құрастырды. Онан соң айналада қазір не жағдайлар жасалып жатыр осы жер планетасы, жануарлардың, өсімдіктердің сақталып қалу үшін? Әрине қорықтар, ол қорықтарды дамыту керек деген ойлар болды бұл жерде оқушылардың. Өте тамаша ойларын қоса білді. Және осы табиғатқа барған кезде табиғаттың білінуі неден басталады? Табиғатты біз әрине адамдар көбінесе өзімізден басталады деген ой туғызды. Онан соң өздері соны суреттеп, бейнелеп, көрсете білді. Экобелгілер жасады өздері, сол климаттық белдеулерді анықтай отырып, қай жерге қандай жағдайлар жасау керектігін өздері алып шықты, көрсете білді. Тағы бір сабақ жоспарын айта кетейін сіздерге, ол да практикалық сабақ. Біз не жейміз?
біз не жейміз деді, ал сол арқылы өздерінің тағамдарының барлығын қажет еместіктерін анықтай отырып, және қоқысқа лақтыра салу керек емес, қоқыстарды жинақтау, қоқыстарды сортировать етуді жаңағы олар көрсете білді, айналадағы экологияны сақтау үшін. Әрі қарай жол жүруге арналған және өздерінің тұрмыстық қалдықтардан жасаған заттарының барлығын көрсете білді. Бұл үшін практикалық сабақ, керемет сабақтың бірі ескі заттардан пайдалы зат жасауға болады деген тақырыпта болды. Мұнда өздерінің тұрмыстық қалдықтардан жасалған заттарын жасап, өздері көптеген ой туғызып, өздері ойларын қиялдан жасаған заттарын көрсете білді. Әрі қарай құстарға не қажет екендігін айта білді, құстар туралы мәліметтер жинақтады, кітапшалар, брошюралар жасады, жол белгісі туралы барлығын көрсете білді, құстар туралы ликбуктар жасады. Мінекей жасаған суреттері балаларымыздың экология туралы ой туындады. 4 сынып балалар болған мінде керемет ой көрсете білді. Мінекей, мұның барлығы балалардың осы жұмыстарынан байқалып тұр. Бұл экологиялық тәрбие берудегі таңдау пәнінің өте қажет тиімді екендігін. Бағдарлама өте керемет жағдайда жасалынды және көрсетілді деп айта аламын осы жолдан. Назарларыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, баяндамашыға қоятын сұрақтарыңыз болса, қоюларыңыз сұралады. Ендеше келесі баяндамашыға сөз берейік. Сайфуддинова Гүлзира Абдрахманқызы. Сәлеметсіздер ме? Слайд көрініп тұр ма? Дауысыңыз да көрініп тұр, слайдыңыз да көрініп тұр. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі вебинардағы баяндамамның тақырыбы тәрбие жұмыстары арқылы жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін арттыру деп аталады. Жалпы өздеріңіз білетіндей, тәрбие бағытының 8 бағытының бірі осы экологиялық тәрбие болып табылады. Жалпы экологиялық тәрбиенің мақсаты табиғатқа деген жанашырлықты оқушы бойына сіңіру. Қазіргі кезде кейбір көшелерде қоқыстан аяқ алып жүру мүмкін емес. Мұндайға жол бермеу үшін ең алдымен өсіп келе жатқан жас буынның тәрбиесіне баса назар аударғанымыз жөн. Яғни еңбектеген бала шағынан отанын сүюге тәрбиелеуді қолға алуымыз керек. Жастайынан бойына отансүйгіштік сезімді сіңіріп, яғни ер жеткен шағында қоршаған ортаны ластамай, басқаларды да соған үндейтіндей үлгілі азамат пен азаматшалар болып өсу үшін біз мұғалімдер атсалысуымыз керек. Осы орайда өзіміздің мектебімізде өткізілген түрлі іс-шаралармен өз тәжірибеммен бөліскім келеді. Жалпы қазіргі қоғамның талабы әрбір адамның экологиялық тұрғыда сауатты, мәдениетті болуы. Осы орайда біз Қазақстанның көрікті жерлері атты экодилижанс ұйымдастырған болатынбыз. Бұл экодилижанс арқылы оқушыларымыз виртуалды саяхат жасады. Яғни Қазақстанның көрікті жерлерін үйде отырып Қазақстанның көрікті жерлеріне көз жеткізіп, өздері сол жерге барып келгендей сезімде, яғни онлайн виртуалды саяхатта болды. Бұл іс-шара арқылы біз оқушыларымыздың бойында табиғатқа деген сүйіспеншілік және оны өзінің көз қарашығындай сақтап келуі жайында үлгі боларлық іс-шара деп ойлаймыз. Осы орайда қазіргі кездегі жастар тәрбиесінің өзекті мәселелерінің бірі осы экологиялық білім мен тәрбие. Яғни бұл әлемдегі өзекті мәселе болып отыр. Туған жерге деген сүйіспеншілік, туған жердің табиғатын қорғау мақсатында осындай экодилижанс ұйымдастырдық. Мұнда оқушыларымыз Қазақстанның көрікті жерлерімен танысып, өздерінің қызығушылықтарын білдірді. Яғни оқушылардың қызығушылығы өте жоғары дәрежеде болды. Көптеген сұрақтар қойып, өздерінің білмегендерін біліп, сұрақтарына жауаптар алды. Мұнда біз барлық оқушыларды қамти алмадық, дегенмен көптеген бірнеше оқушының осылай онлайн виртуалды саяхат жасап отқан экодилижанстан бірнеше фотосуреттерді сіздерге көрсетіп отырмыз. Сонымен қатар біз күнделікті жеп жүрген тағамдарымыздың құрамындағы
экологиялық тұрғыда таза немесе таза еместігін байқау мақсатында дәрумендер әлемі атты осындай эко жәрмеңке өткізілді. Мектебіміздің оқушылары жоғарғы дәрежеде белсенділік танытып, өз қызығушылықтарын білдірді. Әрбір тағамның экологиялық маркасы болатынын ескере отырып, оқушыларымыз экологиялық маркалардың түрлерімен танысып, өздері де түрлі тағамдардың құрамын экологиялық тұрғыда тазалығына көз жеткізу мақсатында өздері де зерттеу жұмыстарын жүргізді. Мұнда оқушыларымыз күнделікті пайдаланып жүрген тағамдарына түрлі эксперименттер жүргізу арқылы, яғни өз білгендерін басқа сыныптастарымен бөлісе білді. Мұнда бір жаңалық ашу мақсат емес, бірақ дегенмен де осы тағамдардың ішінде қайсысын тұтынуға кеңес береді деген сұрақтың аясында осындай түрлі эксперименттер жүргізді. Мысалы, сол эксперименттердің бір-екеуіне тоқталып кететін болсақ, тағамдардың бойындағы крахмал адам организмде ол қорытылмайды екен. Крахмал мөлшерін тексеру үшін осылай оқушыларымыз түрлі эксперименттер жүргізу арқылы осы тағамдардың қайсысын пайдалануға кеңес беретіндіктерін осы эко жәрмеңкеде өз білгендерімен бөлісті. Яғни салауатты ұрпақ ел болашағы демекшісі, балалар тағамдарын тұтынғанда абай болу керек екенін біздің оқушыларымыз түсіне білді. Экологиялық тұрғыда таза тағамдарды тұтыну адам денсаулығына өте пайдалы. Ал адам денсаулығының қаншалықты маңызды екендігін бүгінгі жас ұрпақ білуі қажет деп ойлаймыз. Елбасымыз рухани жаңғыру атты бағдарламасында дәстүр мен ғұрып жобасында жас ұрпаққа қазақ асханасының орасан зор пайдасын дәріптеу керек деген болатын. Ал осы орайда өзіміздің қолдан жасалған қазақ асханасының түрлі тағамдарын, яғни табиғи айрандар мен қаймақтарды ұсынуды осы эко жәрмеңкеде кеңес беріп, оқушыларымыз жоғарғы дәрежеде өздерінің қызығушылықтарын таныта білді. Келесі, қаланы тазартуды салауатты өмір салтымен ұштастыра білсеңіз, оның өз денсаулығыңызға да, қоршаған ортаға да тигізер әсері өте зор. Осы ретте әлемде бар жүйе, яғни бүгінде көпшілікке таныс плогинг деп аталатын спорт түрі ойға оралады екен. Спорттың осы бір түрі біздің елімізде де біртіндеп жанданып келеді. Егер жүгіруді әдетке айналдырған болсаңыз, спорттың осы бір түрін неге сынап көрмеске? Мысалы, біздің оқушыларымыз осылай жүгіріп, спортпен айналыса жүріп, осы экоплогинг спорт түрі арқылы жерде жатқан түрлі қоқыстарды қоқыс жәшігіне тастау арқылы, яғни қаланы тазартуға атсалысса, бір жағынан өздерінің денсаулықтарын нығайту үшін спортпен айналысып, яғни бос уақыттарын босқа өткізбей пайдалы іспен айналысады. Бұл іс-шараның да оқушыларға берер тәрбиелік мәні зор деп ойлаймыз. Жалпы экоплогинг ұғымы 2016 жылы Швейцарияда пайда болып, қазіргі таңда біздің еліміздің де көптеген қалаларында қолданылып жүр. Экологиялық сауаттылықты арттыру мақсатында сіздерге де осындай түрлі әдістерді ұсынамыз. Бұл әдістер оқушыларымызға біздің өте қызықты болды. Енді ойымды қорытындылай келе, оқу тәрбие процесінде оқушылардың экологиялық сауаттылығы мен мәдениеттілікке тәрбиелеуде қоршаған ортаның әлеуеті маңызы зор. Оны жеке тұлғаның барлық жағынан дамытуға, денсаулығын нығайтуға, ақыл ойын, адамгершілігін жетілдіруге ықпал ететінін біз өте жақсы білеміз. Біз табиғатпен үйлесімділікте өмір сүруіміз керек. Сондықтан да жалпы мектеп оқушыларын экологиялық сауаттылық пен мәдениеттілікке тәрбиелеу бүгінгі күннің басты талабы деп білеміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Коллеги, задавайте вопросы. По-моему, очень интересное было выступление, и можно задавать вопросы. Можно написать в чат, если вы стесняетесь задать это вслух. Давайте пока продолжим. Ендеше сұрақтарыңызды чатқа жазуларыңызға болады. Келесі сөз кезегін Нұрлыбек Бақытбекұлына беріледі. Гүлжазира апай, закрыть доступты басыңызшы. Гүлзира Абдрахманқызы, закрыть доступты басыңыз.
Сіз көрініп тұрсыз. Бастай беріңізге болады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің тақырыбым зиянды қалдықсыз өмір сүреміз. Бүгін мен сіздермен соңғы жылдары білім алушылардың бойындағы экологиялық сауаттылықты, мәдениетті арттыру мақсатында технология пәнімен кірісе отырып атқарылып жатқан іс-шаралар және де алдағы уақытта атқарылатын жобалармен бөліспекпін. Табиғат берген дайын сыйды ысырапшылдықпен бейберекет пайдаланып келген адамзат міне бүгінде қоршаған ортаның тазалық сақтау және қорғау мақсатында мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіннен бастап жоғары оқу орнын оқып жатқан талапкерлердің өзі осы бағытта білім алуда. Алайда келер ұрпақтың қоршаған ортаға деген сүйіспеншілік сезімдері артып, аса жауапкершілікпен қарасын деген ниетпен бүгінгі атқарылып жатқан игі істер аз емес. Соның бірі қаламызда жыл сайын өткізіліп жатқан Экофест көрмесі. Яғни Экофест көрмесінде біздің мектептің түлектері 2018 жылы бірінші орын алып, пластик қалдықты қайта өңдеп шығаратын арнайы құрылғыны қанжығаларына иеленді. Яғни бұл құрылғыны айта кетсем, бұл құрылғыда осы құрылғы арқылы, яғни біздің шеберхана ашылды. Шеберханада мен жетекшілік жасаймын. Бұл шеберханада 5 және 9 сынып оқушылар арасында 5 және 9 сынып аралығындағы оқушылар пластик қалдықтарды қайта өңдеу құрылғысымен танысып, және де сол пластик қалдықтарды екінші өмір сыйлау мақсатында арнайы осы құрылғымен жұмыс жасауда және де үйренуде. Назарларыңызда оқушыларымыз пластик қалдықтарды қайта өңдеуді үйренуде және де жұмыс жасауда. Сондай-ақ күнделікті тұрмыста қолданылатын керексіз болып қалған қалдық заттарды арнайы іштерге жинап, оларды мерекелік іс-шараларға орай түрлі сәндік бұйымдар жасап шығаруда. Мысалға айтсам, елімізде болып жатқан пандемияға байланысты біршама іс-шаралар қашықтан өткізілуде. Алайда бұл жағдайды өзімізге ұтымды және тиімді жағын қарастыра отырып, әрбір мерекелік іс-шараларға белсене қатысып, керексіз қалдық заттарды қажетті бұйымдарға айналдырудамыз. Атап айтқанда, жаңа жылда мектеп білім алушылары үшін эко-шырша байқауы жарияланып, білім алушылар тұрмыстық қалдық заттарды қолдана отырып, өз қиялдарындағы шыршаны жасап, көпшілікке паш еткен болатын. Міне алдағы уақытта біз осы жасалған жұмыстардың нәтижесін көпшілікке бөлісіп, шеберханамыздан шыққан үздік жұмыстарды таныстырып, көрме ұйымдастырамыз. Өз сөзімді қорытындай келсе, таза болса табиғат, адам болар адамзат демекші, өзіміз ауасын жұтып, суын ішіп, тіршілік етіп отырған ортамызды қорғай білейік. Назарларыңызға рахмет. Әріптестер, баяндамашыға қоятын сұрақтарыңыз болса? Ендеше келесі сөз кезегін жас эколог ерікті мектеп клубы жұмысы арқылы өткізілетін оқушылардың экология сауаттылығын арттырудағы жұмыстар туралы сөйлеген Нұргүл Мырзашқызы айтып өтеді. Сөз сізде. Қайырлы таң, құрметті әріптестер. Мен биология пәні мұғалімі. Сіздердің алдарыңызға жас эколог ерікті мектеп клубы арқылы оқушылардың экологиялық сауаттылығын арттыру тақырыбында тәжірибемен бөліскелі отырмын. Қазіргі кезде адамзатты қоршаған ортаның күрделі экологиялық мәселелері толғандыруда және олар жедел түрде шешу тәсілдері іздестірілуде. Бұл ізденістерде айналадағы бізді қоршаған орта туралы білімнің берері мол. Бұл арада шешілуге тиісті ең негізгі мәселе адамның табиғатқа тигізетін әсері қандай және одан қалпына келмейтін қандай тізбекті өзгерістер туындайтынын анықтауда болып отыр.
Бұл мәселені бір жағынан ғылым, екінші жағынан ғылымның ашқан жаңалықтары негізінде іс-әрекет жасауға бастайтын білім ғана шешіп бере алады. Қазақстан Республикасы тұрақты дамуының жаңа жолына түскенде экологиялық білім мен тәрбие берудің маңызы арта түскенін бәріміз де білеміз. Бұл проблемалар елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2030 стратегиясы бағдарламасында басты орында тұр. Сонымен қатар президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстандағы экологиялық жағдайға байланысты өзінің алаңдаушылығын білдірген болатын. Мектептер мен колледждерде, балабақшаларда экологиялық тәрбиені қолға алуға ұсынып отыр. Президент бастамасымен көптеген ерікті клубтар ашылды, челлендждер қолдау тауып келеді. Яғни біз де өз тарапымыздан биология пәні мұғалімі ретінде осы бағдарламаны жүзеге асыруда үлес қосу біздің міндетіміз деп ойлаймын. Себебі мектеп оқушылардың табиғатқа деген қызығушылығын оятып, шығармашылық қабілеттерін арттыратын бірден бір орын болып табылады. Экологиялық бағытта өздерін дамытып, болашақта табиғат жанашыры болатын оқушылар қатарынан мектептерде ерікті клубтары ашылған кезде мұғалімдер қандай қиындықтармен бетпе-бет келеді? Қандай іс-шараларды ұйымдастырған тиімді? Не болмаса оқушылардың экологиялық сауаттылығын қай бағытта дамытқан дұрыс? Қай бағдарламамен жұмыс жасаймын деген сұрақтар барлықтарымызды да бізді мазалайды осы орайда. Әрине, әртүрлі ғылыми жұмыстар, акциялар, челлендждер бірден ойымызға келеді. Алайда олардың бәрін қалай біз бір жоспарға кіріктіре аламыз? Себебі жүйелі жұмыс бұл оқушының да, мұғалімнің де болашақта тиімді, нәтижелі жұмыс жасауының бір кепілі болып табылады. Осы орайда мен сіздермен өзімнің тәжірибемді, қолданып жүрген тәжірибемен бөліскім келіп отыр. Жас эколог клуб жұмысының бағдарламасымен таныстырғым келеді. Бағдарламаға қоса жетекшіге арналған әдістемелік құрал да жасадым. Бұл жұмыс қазіргі таңда қалалық эксперттік кеңестен өтті, және де облыстық кеңеске қарауға жолдама алып отырмын. Негізгі мақсаты не? Бұл жерде оқушылардың бойына экологиялық тәрбиені дарыту, туған өлкенің табиғатын тани білуге, оқушылардың ғылыми жаратылыстану көзқарастарын, экологиялық ойлауларын, азаматтық жауапкершілікке, ұлтжандылыққа тәрбиелеу және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Және осы мақсатыма жету үшін мына міндеттерді басшылыққа алып отырмын. Ең біріншіден экологиялық сауаттылықты арттыратын танымдық сабақтар өткізу, оқушылардың танып білуге деген қызығушылығын арттыру мақсатында ғылыми жобалар жасау. Үшіншіден, білгенін бөлісуге, өскелең ұрпаққа экологиялық тәрбие беруге арнайы челлендждер мен акциялар ұйымдастыру және бұқара ақпарат құралдары арқылы жұмыс жасауда ақпарат тарату мен жариялау құралдарын тиімді қолдану. Яғни мен өзімнің жұмысымды 4 бағытта, алдарыңызда 4 бағытта жүргізуді жоспарлап отырмын. Аптасынан 1 сағат, 34 сағат жылына. Соның ішінде 2 сағаты ұйымдастыру сабақтарына кетеді. Енді әрқайсына тоқталып кететін болсам, бірінші бөлім экологиялық сауаттылық. Міне алдарыңызда тұр. Мен оған 8 тақырып беріп отырмын. Әр жаңағы тақырыптың өзіне сіздерге ыңғайлы болу үшін мынандай жоспары бар. Қарап отырсаңыздар, яғни бұл жерде мен тренингтер қостым, бейнебаяндар қостым, және де бұл жерде қандай топтық жұмыстар бар. Әр сабақтың жоспары ұсыныс ретінде бұл жерде барлығы берілген. Әрине бұл мұғалімнің шығармашылығына қарай ол өзгертіп жасауына болады деп ойлаймын. Кез келген өз ісінің маманы білімсіз нәтижеге жету мүмкін емес екенін біледі. Сол үшін алғашқы сабақтарда оқушыларды экологиялық біліммен сусындату негізгі мақсатым болды. Еріктілер қатарынан құрылған топ болғандықтан олар алдымен не білу керек? Олар әрине экология жайлы білімді болу керек, табиғат жайлы білімдерді толықтыру керек. Халықаралық, жергілікті деңгейдегі экологиялық проблемалармен танысып, әдебиеттерді зерделеуге үйрену керек. Сонымен қатар семинарларға, вебинарларға қатыстырып, олардың білімдерін үнемі шыңдап отыру керек. Айта кететін жайт, бұл жерде біздің мектепте 2 жыл қатарынан жас эколог клубы жұмыс жасайды, және оқушылар түрлі деңгейдегі сайыстар мен іс-шараларға белсенді қатысып отырады. Екінші бөлімде мен нені қамтыдым? Яғни бұл әлеуметтік желі. Бұған арнайы топ
құрылу керек. Себебі оқушылар арасында әлеуметтік желімен жақсы жұмыс жасайтын, жарнамалауға бейім оқушылар кездеседі, иә, келісеміз. Осындай оқушыларды тарту арқылы біз бұқара ақпарат құралдарымен әлеуметтік желіде үйірме жұмысын көрсетіп қана қоймай, түрлі деңгейдегі викториналар мен байқаулар, челлендждер ұйымдастырып өткізетін акцияларымызды жарнамалап отырамыз. Бұл кезде міндетті түрде кибербуллинг және қауіпсіз интернет бойынша қауіпсіздік ережелерін сақтауды ұсынамын. Яғни қазіргі таңда бізде мектептің Instagram парақшасында осындай жұмыстарымызды бөлісіп отырамыз. Алайда мен мына жерде тағы да 8 тақырып берілгенін көріп тұрсыздар. Осы 8 тақырып бойынша қалай жұмыс жасау керек, яғни ұсыныс ретінде міне бәрі жазылған, яғни тақырыбы, мақсаты және жұмысты жүргізу барысы. Қандай жұмыстар жүргізу керек, ұсыныстар, ескертулер, яғни барлығы осы жерде 8 тақырыпқа да берілген. Және үшінші бөлім мен ғылыми жобалар мен ғылыми жұмыстарға арнадым. Әртүрлі тақырыптарды қозғай отыра жылдың басында тақырыптарды анықтап алған жөн деп ойлаймын. Алайда әдістемелік нұсқаулықта арнайы тақырыптар мен оларды зерттеу жолы да міндетті түрде көрсетілген. Яғни 8 тақырып, оның ішінде жобалар бар және зерттеу жұмыстары бар. Міне әрқайсысында, егер де ол жоба болатын болса, одағы финансылық жағдайды, спонсорлық көмекті кімнен алуға болады, барлығы осы жерде міне жазылған 8 тақырып бойынша. Және де бұл жерде зерттеу барысында оқушылар көптеген жаңа мәліметтерді игеріп, табиғат жанашырына айналады деген ойдамын. Мәселелерді шешу мақсатында арнайы жобалар да ұсынылған. Әр жобаға жұмсалатын күш пен шығын және оны табудың жолы да көрсетілген. Соңғы бөлімді мен таза табиғат аясында деп бөлдім. Бұл жерде нағыз шығармашылық аясындағы сенбіліктер, флешмоб, акциялар барлығы да осы бөлімде. Қарапайым халықтың арасына шығып, олармен қарым-қатынас жасау арқылы оқушылар экологиялық сауаттылығын арттырып қана қоймайды, экологиялық мәселелерді көзбен көріп, оларды шешудің жаңа жолдарын іздей бастайды. Бұл бөлімде берілген іс-шараларды күз бен көктем айларында өткізу жоспарланады, және де осы жұмыстардың барлықтары қалай өткізілу керек, ұсыныстары барлығы әдістемелік нұсқаулықта көрсетілген. Міне 8 тақырып беріп отырмын. Жас эколог үйірме жұмысын аптасына 1 сағат берілгенмен, бір жоба аясында 1 айға дейін жұмыс жасауға болады. Оқушылар өздеріне берілген міндеттерді мұғалімнің нұсқаулығымен, не болмаса өз беттерімен жүргізуге болады. Жыл соңында бір сабақ бізде қорытындылау жұмысына арналады. Яғни белсенді болған оқушыларды марапаттау, алғыс хат ұсыну, ең қызықты сәттермен және топтың жеткен жетістіктерімен бөлісу кезеңі түрлі деңгейде өтуі мүмкін. Яғни табиғат аясында өтуі мүмкін, немесе мектепте, немесе қазіргі жағдайға байланысты қашықтан өткізуге болады деп айтуға болады. Белсенді оқушыларды марапаттау, алғыс хат беру, оның барлығы оқушылардың болашаққа деген көзқарасын өзгертіп, одан сайын ынталандыра түседі. Әрине, іс-шараны ұйымдастыру барысында эко-сыйлықтарды ойластырып, біздің экологиямызға зияны тиіп кетпейтіндей етіп жоспарлаған жөн. Соңғы нәтижесінде курс соңында оқушылардың ең алдымен экологиялық сауаттылығы артады. Бұқара ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер арқылы экологиялық жарнама жасаудың жолдарын үйренеді. Экологиялық проблемаларды халықаралық не болмаса жергілікті деңгейде анықтай алады және оларды шешудің жолдарын ұсынады. Ғылыми зерттеу жұмыстары мен экологиялық жобалар жасай алады. Әртүрлі деңгейдегі табиғатты қорғауға арналған акциялар мен байқаулар ұйымдастыруды үйренеді. Нәтижелі жұмыс жасауға ұмтылады, жауапкершілігі артады. Қоғамның іргелі құрылымынан қолдау тапқан экологиялық білім мен насихат қана жаңа адамды 21-ші ғасыр азаматын қалыптастырады және аса күрделі әрі шиеленіскен әлеуметтік экологиялық жағдайда іс-әрекет жасауға үйретеді. Экологиялық білімнің тиімділігі жүйелік тәсілге негізделіп, үздіксіз жүзеге асырылғанда ғана артады және табысқа жетеді дегім келеді. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет, Нұргүл Мырзашына. Әзірге сұрақ жоқ сияқты.
Әріптестер, қазіргі таңда мектепте балаларға үздіксіз экологиялық тәрбие мен білім беру ісін негізгі міндеттердің бірі ретінде қарастырып, жекелеген пәндерде экологиялық білім мен тәрбие беріп, оқушыларды экологиялық мәдениетті тұлға ретінде қалыптастырудамыз. Экологиялық білім берудің негізгі ұстанымдары алдарыңызда тұр. Экологиялық білімді жүзеге асыруда білім беру аспектілері мен принциптерін сақтауымыз керек. Осы ұстанымдардың ішінде мен екеуіне кеңірек тоқталғым келеді. Интеграциялау ұстанымы экологиялық білім беруде жаратылыстану пәндері, яғни биология, химия, география, физика, тағы басқа және гуманитарлық пәндер, әдебиет, тарих, қоғамтану арқылы, осы пәндер арқылы оқушыларға беретін білім негіздерін жеке адамнан қоғамдық деңгейге көтеру. Көпшілікке үздіксіз экология білім мен тәрбие беруді жүзеге асыру. Екінші ұстаным ол көрнекілік ұстанымы. Оқушыларға экологиялық білім беруде оқу үрдісінде көрнекі құралдар, диафильмдер, киносюжеттер, компьютерлік роликтер, кепе-шөптер, коллекциялар, бейнекөріністер, индикатор және табиғат бақылаулар нәтижесін пайдалану. Яғни бұл екі ұстанымды, осы экологиялық және тәрбие берудегі ұстанымды қалай тиімді пайдалануға болады? Осы екі ұстанымды негізге ала отырып, өзім сабақтарымда инфографиканы пайдаланамын. Сонымен, инфографика дегеніміз не? Инфографика хабарды, ақпаратты, білімді графикалық тәсілдер арқылы ұсыну. Инфографика деп қандай да бір оқиғаны сипаттау, немесе деректерді жеткізу мақсатында кез келген мәтін мен графиканы үйлестіріліп берілуі. Инфографика бұл ақпаратты визуалды түрде ұсыну, көбінесе қиын ақпаратты тез, оңай және анық жеткізу қажетінде болғанда қолданылады. Енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, инфографиканың экологиялық тәрбие мен білімге қатысы қандай? Яғни өздеріңіз 8-ші сыныпта бізде қазақ тілінде биоалуантүрлілік, қоршаған орта мен энергия ресурстар деген бөлімдер бар. Сол бөлімдерде біз Қазақстандағы жануарлар дүниесі, Қазақстанның өсімдіктер әлемі, Қазақстандағы қорықтар, Қазақстанның қызыл кітабы, заңсыз аң аулау, бізді қоршаған орта, табиғи ресурстар, тағы басқа тақырыптарды өтеміз. Яғни экологиялық білім мен тәрбиені мен гуманитарлық пәндердің пән мұғалімі бола отыра, мен осы мәтіндерді саралатып, талдату арқылы оларға экологиялық білім беремін. Бір жағынан олардың сауатын дамытамыз. Міне осындай тақырыптағы мәтіндерді талдату арқылы біз оқушылардың экология білімі тәрбиесін бірге ұштастырамыз. Оқушылардың жеке жұмыс жасау арқылы өзінің ой түйіндеуінде инфографиканың тиімділігі зор деп түсінемін. Міне алдарыңызда көрініп тұр, осылардың барлығы экология білім мен тәрбиедегі инфографиканың рөлі ерекше екенін аңғаруға болады. Оқушылар үлкен мәтіндерді оқи отырып, талдап, ықшамдап, өз ойларын осы жұмыстар арқылы береді. Яғни менің қысқа ғана нұсқа айтарым осы. Еді сіздерден осы бүгінгі вебинарға байланысты рефлексия күтеміз, кері байланыс күтеміз. Мен группаға, чатқа сілтемені жібердім. Сол сілтеме байланысты өздеріңіздің ойларыңызды айтсаңыздар.